أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Tağala'nın қалауымен имам Абу Хамид Ал-Ғазалидің Ихия Улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте жүректің бір сипаты болу керек болған, жүректе табылу керек болған сипаттардың бірі, немесе халдің бірі, жағдайдың бірі Аллаға тәуекел ету тақырыбына кірген болатынбыз. Және Аллаға тәуекел етудің артықшылығы, сауабы жайында сөз қозғаған едік. Келесі имам Ғазали рахимахуллах қарастырған мәселе бұл хақиқату таухид аллази хуа аслу тәуәккул. Бірінші мәселе бұл Аллаға тәуекел етуге негіз болатын. Алла Тағалаға тәуекел ету, соның үстіне құрылатын мәселе ол Алла Тағалаға иман келтіру, Алла Тағаланы жалғыз деп білу мәселесі. Имам Ғазали рахмахуллах айтады: «И'лам анна тәуәккула мин бабил иман». Алла Тағалаға тәуекел ету иман бабына қатысты деді. Яғни ол Алла Тағалаға деген иманнан туындайтын мәселе. «Ва жами'у абуабил иман ла тантазиму илля би'илмин ва халин ва амал». Және иманның барлық баптары, яғни иманға қатысты дүниелердің барлығы білімнен және ішкі жағдайдан және амалдан құралады деді. Яғни білім, білу керек болған нәрсе бар, одан кейін содан туындайтын ішкі жағдай бар, состояние, хал және амал дейді, сыртқы іс-әрекет. Яғни осы үшеуі қосылып, былайша айтқанда Алла Тағалаға тәуекел етуді құрайды. وَالتَّوَكُّلُ كَذَلِكَ يَنْتَظِمُ مِنْ عِلْمٍ هُوَ الْأَصْلُ وَعَمَلٍ هُوَ الثَّمَرَةُ وَحَالٍ هُوَ الْمُرَادُ بِاسْمِ التَّوَكُّلِ. Алла Тағалаға тәуекел етуде осы үш нәрседен тұрады дейді. Біріншісі білімнен, ол негізі дейді тәуекелдің, және амалдан тұрады. Амал Алла Тағалаға тәуекел етудің жемісі. Демек, иман бар, яғни білім бар және жеміс бар. Уахалун хуал мураду бисмит тәуәккул. Және үшіншісі ішкі жағдай. Сол ішкі жағдайға тәуекел деп айтылады дейді. Яғни Алла Тағалаға тәуекел ету бұл адамның ішкі жағдайы. Енді ондай болса, бірінші сол адамның тәуекеліне негіз болатын, Алла Тағалаға тәуекел етуіне, Аллаға ісін тапсыруға, Алла Тағалаға арқа растау. Иман растау. Яғни сіз жүрегіңізбен ең бірінші кезекте бір нәрсені растайсыз. Құранда Алла Тағала Юсуф алейхиссаламның бауырларының сөзін келтіреді. Әкесіне айтқан: «Уама анта бимуъминин лана валау кунна садиқин». Біз рас айтып тұрсақ та, сен біздің сөзімізді растамайсың деген сөзін келтіреді. Осында растаушы деген сөзге қатысты муъмин деген сөз келеді. «Уама анта бимуъминин». Яғни сен муъмин емессің деп жатыр. Муъмин емессің деген сөздің мағынасы, сен растамайсың біздің сөзімізді. Біз шын айтып тұрмыз, Юсуфты қасқыр жеп кетті, алдап тұрған жоқпыз. Біз рас айтып тұрсақ та сен бізге сенбейсің, бізді растамайсың деген осындай сөзде Алла Тағала муъмин деген сөзді келтірді. Муъмин деген яғни бірінші кезекте жүрекпен растайтын адам. Енді сол жүректегі растау, әлгі білім
күшейген кезде яқин дәрежесіне жетеді. Яқин дәрежесіне жетеді. Яқин дәрежесі деген ол жай растаудан қайда күшті. Мысалы, Муса алейхиссаламның кезіндегі Муса алейхиссаламмен жарысқа түспекші болған сиқыршылар. Олар Алла тағалаға сол жерде иман келтірді, және олар бірден яқин деңгейінде иман келтірді. Яқин деңгейінде. Неге? Өйткені олар анық ашық белгілерді, мұғжизаларды көздерімен көріп тұр. Сол себепті олар яқин деңгейінде иман келтірді де, Фираун ла усаллибаннакум фи жузу'ин нахл, сендерді ағашқа керіп өлтіремін. Усаллиб деген салиб дейді арабша, салиб деген яғни бағанағы керу, ағашқа керу. Және ағашқа керу деген кезде негізі араб тілінде аля деген сөз қолданылады. Ағашқа керу, аля. Бірақ бұл жерде фи деген сөз қолданылып тұр. Фи деген бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы, арабша оқитындар, арабша оқып жүргендер оны біледі. Фи деген бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Мысалы, ана фил байти, мен үйдің ішіндемін, мен үйдемін. Үйдемін деген сөз, яғни үйдің ішіндемін деген. Енді ағашқа керу, ол ағаштың сыртына болады. Бірақ не үшін тұр? Фираун айтып жатыр, мен сендерді ағашқа керген кезде солай керемін, сендерді ағашқа жабыстырған кезде сендер ағаштың бір бөлігі болып, сол ағаштың ішіне кіріп кеткендей жағдайда боласыңдар деп жатыр. Яғни сондай деңгейде мен сендерді азаптаймын дейді. Және сендердің қол аяқтарыңды кесіп тастаймын деді. Сондай, былайша айтқанда, қоқан-лоққы жасап жатыр. Қорқытып жатыр. Сонда олар не деді? Қалаған үкіміңді шығар, қалаған нәрсеңді істе, сенің үкімің бұл дүниеде ғана жүреді. Сендерге осындай жаза қолданамын деп тұрған кезде олар иманнан бас тартпады. Неге? Өйткені олар яқин деңгейінде Алла тағалаға иман келтірді. Жай, мысалы, біз сияқтылар сондай жағдайда не істейміз? Алла тағала жүрегімді көріп тұрсын ғой, жүрегімде саған сенемін, бірақ өміріме қауіп төніп тұр деп сол жерде мен енді бұны дін рұқсат берген ғой, тілмен айтып тұрмын ғой, жүрекпен айтып тұрған жоқпын деп сол жерде перғауын деп бірден басқа нәрсені істеп кететін едік, дұрыс па? Неге? Өйткені енді біз Құдайды растап тұрмыз ғой, бірақ растап тұрғанымен біздің иман деңгейіміз өзімізді сол жолда құрбан етуге жетпейді. Сол үшін де яқин деңгей ол жоғарғы деңгей болып табылады. Имам Ғазали рахматулла айтады: "Ва куллу тасдиқин илмун". Яқинге айналады дейді. Енді яқинның түрлері көп, ал бізге қажеті бұл сол тәуекелге негіз болатын яқин дейді. Демек, сіз Алла тағалаға тәуекел ету үшін иманыңыз яқин деңгейінде болу керек. Жай әлсіз иманмен сіз Алла тағалаға тәуекел ете алмайсыз. Имам Ғазали рахматулла айтады, мысалы, сен ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Алла тағаладан басқа құдай жоқ, оның серігі жоқ деген кезде бұл әл-иману бил қудра. Алла тағаланың құдіретіне сен осылай, былайша айтқанда, иманыңды көрсетесің дейді. Және лахул мульк деген кезде енді бүкіл мүлік Алла тағаланікі деген кезде сен Алла тағаланың бұл жерде сол лахул мульк деген кезде Алла тағаланың құдіретіне иманыңды көрсетесің дейді. Ал ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах деген кезде, яғни сол Алла тағалаға сенетініңді көрсетесің осымен дейді. Ва лахул хамд деген кезде,
яғни сол сен иман келтірген, құдіреті шексіз, бүкіл дүниенің иесі болған Алла тағала жомарт және даналық иесі деп соған иман келтіргеніңді көрсетесің дейді. Демек сіз ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах лахул мульк деген кезде, о Алла тағала сен жалғыз құдайсың, сенің құдіретің шексіз, және саған мақтаулар болсын, өйткені сен жомартсың, сен даналық иесісің деп осы нәрселерді айтып жатырсың, және соған іштей иман келтіріп жатырсың. Енді сол айтып жатқан сөзің имам Ғазали рахмаһуллах айтады: уасфан лазиман лиқалбихи ғалибан алейх, сенің жүрегіңнің бір бөлігіне айналу керек дейді. Жүрегіңнің бір бөлігіне айналу керек, яғни сенің жүрегіңде сол сенім әрдайым тұру керек. Алла тағала сен менің құдайымсың, бүкіл дүние сеніңкі, және сен қалаған нәрсені өзіңнің даналығыңмен бересің, сен жомартсың деп адам осы нәрсеге иман келтіріп, және осы сенім оның жүрегіне кіріп, былайша айтқанда орнығу керек. Осы нәрсе орнығу керек. Неге? Өйткені алдағы уақытта Аллаға тәуекел ету үшін адамның жүрегіндегі әлгі сол сенім сезім тұруы керек. Егер ол сенім сезім болмаса, ол Алла тағалаға тәуекел ете алмайды. Сол үшін де осы сенім адамның жүрегіне уасфан лазиман лиқалбих дейді, яғни жүректің былайша айтқанда бір сипатына айналу керек дейді. Мысалы, жүректі біз биологический тұрғыдан қарайтын болсақ, жүрек не деген кезде, мысалы жүректе мынандай тамырлары бар, мынандай бар деп, яғни кез келген жүректе болатын бір сипатты айтамыз, дұрыс па? Тура сол сияқты енді рухани жүрек деген кезде, рухани жүрек, Алла тағалаға тәуекел ететін жүрек деген кезде, ол жүректе осы сезім тұру керек әрдайым. Алла тағала бір, бүкіл дүние Алланікі, Алла қалаған нәрсені қалаған құлына даналығымен өзі береді деген осындай сенім болу керек. Ал енді адамдардың барлығы бұл мәселеде бір деңгейде ме? Имам Ғазали рахмаһуллах айтады, біреулердің иманы дейді, яғни ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, немесе ла иляха иллаллаху Мұхаммад расулуллах деген сөзі, бұл тек қана тілдің ісі болып қалады дейді. Ва қалбуху ғафилун анху ау мункирун лах ка таухидил мунафиқин. Жүрегі оған сенбейді, жүрегі оны жоққа шығарады, теріс дейді. Бұл мұнафиқтердің иманы дейді. Тек қана тілмен айтылатын иман. Бұл иманның қандай пайдасы бар? Уахуа таухидун би муджаррадил лисан. Тек қана тілмен айтылған таухид дейді, тілмен айтылған калима. Оның қандай пайдасы бар? Ясиму сахибаху фид дуния ани сейфи ва синан. Бұл дүниеде оны қылыштан сақтайды дейді. Яғни, былайша айтқанда, әлгі мұсылмандар мен мұсылман еместер ислам тарихында шайқасты ғой. Сондай жағдай болған кезде бұл мұсылман болып есептеледі. Сол үшін мұсылмандардың қылышынан амандықта болады дейді. Оның пайдасы осы дейді. Ахиретте пайдасы бар ма? Ахиретте пайдасы жоқ. Екінші иман, екінші деңгейі бұл айюсаддиқа бима'на лафзи қалбуху кама саддақа бихи умумул муслимин ва хуа атиқадул авам. Жүрегімен әлгі нәрсені растайды, бірақ растау яқин деңгейінде емес. Жүрегіндегі сенімі яқин деңгейінде емес. Мысал, бір адам ла иляха иллаллаху Мұхаммад расулуллах дейді, Алланың бар екеніне, бір екендігіне, бүкіл әлем жаратушысы екеніне сенеді, пайғамбарымызға сенеді, иманның шарттарына сенеді, бірақ иманы әлсіз. Мысалы, мүлдем құлшылық жасап жүрген жоқ ол адам, немесе құлшылық жасап жүрсе де жүрегіндегі иманы әлсіз. Осындай мәселелерге келген кезде Аллаға тәуекел етуі көрінетін жағдайларда, мысалы дүниемен сыналғанда, тағы да басқа да қиыншылықтарда, сондай бір мәселелерде ол тайып кетеді. Біз оны кәпір болды деп айтпаймыз ғой. Оның жүрегінде иманы бар, бірақ сол иманына сәйкес амал ете алған жоқ. Неге? Өйткені оның жүрегіндегі сенімі яқин деңгейінде емес. Ол растайды, бірақ растауы оны тәуекел ету деңгейіне көтерген жоқ. Тәуекел ету деңгейіне көтерген жоқ. Мысалы, кейде
біреулер харам рызықты іздеп кетеді, дүниеге алаңдап, рызқына алаңдап харам дүние іздеп кетеді, харам кәсіп етіп кетеді. Енді бұл адам алла тағалаға тәуекел еткен адам ба? Алла тағалаға тәуекел еткен адам емес. Неге? Өйткені алла тағалаға тәуекел етсе, ол алланың бұйрығына қарсы шықпай аллаға ісін тапсыратын еді. Бұның сол жүрегіндегі сенімі бүкіл дүние алланікі, рызық алланікі деген сенімі әлсіз болғандықтан да ондай әрекетке бара алмай жатыр. Ал енді үшінші деңгейі дейді, айюшахида залика, ай ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллахты жүрегімен сезіне білу дейді. Жүрегімен шынайы сезіне білу. Яғни оның иманы былайша айтқанда яқин деңгейінде. Ва хуа мақамул муқаррабин. Бұл Аллаға жақын құлдардың деңгейі дейді. Демек, ол кез келген істің артында Алла тағаланы көреді, Алланың құдіретін көреді. Барлық нәрсе Алланың қалауымен болатындығын біледі, сезінеді. Сол үшін де имам Ғазали рахманлlah айтады, Алла тағалаға тәуекел ету осы үшінші деңгейдегі иманға байланысты болады дейді. Үшінші деңгейдегі. Екінші деңгейдегі адам тәуекел ете алмайды. Үшінші деңгейдегі адам Алла тағалаға тәуекел ете алады. Ол ла илаха иллалла деген сөзді жүрегімен сезіне алған адам. Оның мағынасын сезіне алған адам. Имам Ғазали рахманлlah айтады, айянкашифа лака алла фаиля иллаллах. Демек, ла илаха иллалла деген кезде оны жүрекпен сезіну, бұл демек, бұл әлемде бір ғана істеуші бар. Істің иесі бар, ол Алла тағала деп оны білу дейді, оны сезіну. Ва анна кулла маужудин мин халқин ва ризқин ва атаин ва ман'ин ва хаятин ва маутин ва гинан ва фақрин ила гайри залика фал мунфариду би ибдаихи ва ихтираихи ва Аллах азза ва жал. Бермеу, өмір, өлім, байлық, кедейлік, осы нәрселердің барлығы, және бұдан басқа да бүкіл бұл дүниедегі нәрселер Алланың қалауымен, Алланың жаратуымен болатындығын сезіну дейді. Ла шарика лаху фи. Ол нәрседе Алла тағаланың серігі жоқ. Ва изан кашафа лака хаза лам танзур иля гайри. Осы нәрсе сенің жүрегіңе кірсе, онда Алла тағаладан басқасына сен жалтақтамайсың дейді. Сен рызқым деп бастығыңа жалтақтамайсың, сен бағанағы тағы басқа біреуге жалтақтамайсың, байға жалтақтамайсың, бір дәкөйге жалтақтамайсың. Неге? Өйткені бүкіл сол әлгі нәрселердің артында Алланың қалауы, Алланың ісі тұрғандығын білесің. Ондай кезде сенің қорқуың Алладан болады дейді. Үміт етуің Алладан болады. Арқа сүйеуің Алла тағалаға болады. Неге? Өйткені сен الفاعل على الانفراد دون غيره فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره. Жалғыз істеуші бұл дүниедегі Алла тағала екендігін білесің дейді. وما سواه مسخرون. Алладан басқасы барлығы Алла тағаланың қалауына, Алланың бұйрығына бойұсынушылар. لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السماوات والأرض. Бұл дүниедегі бір шаң тозаңда бір нәрсені қозғалтуға Алла тағаладан басқа еш нәрсенің күш құдіреті жоқ. Осыны адам, мысалы, көзбен көріп тұрған нәрсеге қалай сенсең, мысалы, көзіңмен көріп тұрсың. Қазір мен көзіммен көріп тұрмын, қолымда телефон тұр. Осы телефонның қолымда тұрғанына, осы телефонның бар екендігіне мен көріп тұрғандықтан да сенемін ғой, бұған күмәнім жоқ. Ал енді сенің әлгі нәрселерге деген сенімің осы көзбен көріп тұрған нәрсеңе деген сенімнен күштірек болу керек деді. Содан күштірек болу керек деді. Сол кезде сенің жүрегіңде Алла тағалаға тәуекел ету болады деді. Сол кезде Алла тағалаға тәуекел ету болады. Демек, кез келген істің артында Алла тағала тұрғанын білесің. Соны сезінесің, соған сенесің, соны растайсың. Яқин деңгейінде сенесің. Сол сенімнен не туындайды? Алла тағалаға тәуекел ету туындайды. Демек, бірінші тәуекел пайда болып, кейін әлгі нәрселер пайда болмайды. Мен Алла тағалаға тәуекел етемін деп, жоқ, бірінші сенің иманың
күшейеді, яқин деңгейіне жетеді, одан іс туындайды, жағдай туындайды, ішкі жағдай. Ол қандай жағдай? Ол Алла тағалаға тәуекел ету жағдайы. Алла тағалаға тәуекел ету сезімі. Демек, кез келген істің артында Алла тағала тұр. Алла тағала Құран кәрімде «Валлаху халақакум ва ма та'малун». Алла сендерді және сендердің істеріңді жаратады деді. Сендердің істеріңді жаратады. Бұл сөзді қалай түсінеміз? Енді жалпы иман тақырыбында, иман бабында осындай мәселе бар. Әл-фа'илул мутлақ хуа Аллах. Абсолюттық істеуші, іс иесі ол Алла тағала. Ал енді Алла тағала бізді және біздің істерімізді жаратты. Ондай болса қалай болды? Шариғатта, дінде қылмыскер бар, қылмыс істеді біреу, қылмыс жасады. Енді оны жауапқа тартады ғой. Кісі өлтірді. Кісі өлтірді. Оны кісі өлтірген адам ретінде жауапқа тартады. Ал бірақ мұсылман адам сенімінде бүкіл істің артында Алла тағала тұр деп сенеді. Алла тағала сендерді және істеріңді дінде, яғни күнделікті өмірімізде, шариғатта. Ал ақидаға келген кезде біз айтамыз, бүкіл істің артында Алла тағала тұр дейміз. Сонда қалай болды? Мысалы, Құранда Алла тағала айтады: «Фалам тақтулухум, валакинна Аллаха қаталахум». Мұсылмандарға, кәпірлермен соғысқан кезде сендер оларды өлтірмедіңдер дейді. Фалам тақтулухум, сендер өлтірмедіңдер. Валакинна Аллаха қаталахум. Бірақ оларды Алла тағала өлтірді дейді. Бұл жерде өлтіруші кім? Әлгі басын шапқан мұсылман ба? Бадр шайқасында, Ухуд шайқасында, тағы басқа шайқастарда Әбу Жахілді өлтірген Алла тағала ма, немесе Әбу Жахілді кім өлтірді сирада? Сол бағана өлтірген сахаба ма, кім өлтірді? Алла тағала айтып жатыр, сендер өлтірмедіңдер, Алла тағала өлтірді дейді. Бұл жерде демек қандай мәселе бар? Себепкер бар, себеп бар. Бірақ сол себептің артында тұрған нәрсе бар. Барлық нәрсенің артында тұрған ол Алланың ісі, Алланың қалауы. Ол болмаса, онда адамдар еш нәрсе істей алмайды. Имам Ғазали рахмаулла соны айтып отыр. Демек, енді Алла тағала адамға таңдау берді. Оған ерік берді. Оған іс-әрекет ету мүмкіндігін берді. Сол тұрғыдан әлгі істің иесі адам болып есептеледі. Сол үшін ол жауап береді. Бірақ оны беруші кім оған? Алла тағала. Оған беріп жатқан Алла тағала. Имам Ғазали рахмаулла оған мынандай мысал келтіреді. Құранда Алла тағала айтады: «Қул ятаваффакум малакул маут». Айтуа Мұхаммад, сендердің жандарыңды өлім періштесі алады дейді. Сендерді өлім періштесі өлтіреді дейді. Басқа аятта Алла тағала айтады: «Аллаху ятаваффал анфус». Адамдарды Алла тағала өлтіреді дейді. Яғни Алла тағала олардың жандарын алады дейді. Енді кім бұл жерде жанды алушы? Періште ме немесе Алла тағала ма? Алланың әмірімен, Алланың қалауымен періште алады. Сол үшін де өлім періштесі жанды алады. Құранда Алла тағала айтады, Уақиа сүресінде: «Афараитум ма тахруфун». Егіп жатқан нәрселеріңді көрмейсіңдер ме дейді. Егіндеріңді көрмейсіңдер ме дейді. Егіп жатқан кім? Адам. Алла тағала Құран кәрімде басқа бір аятта айтады: «Біз аспаннан суды түсірдік» дейді.
және жерді жырттық деді, және өсімдікті өсірдік деді. Тіпті бағанағы алдыңғы аяттың өзінде де Алла тағала афараитум ма тахрусун, егіп жатқан нәрселеріңді көрмейсіңдер ме, антум тазраунаху ам нахну зариун, оны егіп жатқан, оны өсіріп жатқан сендер ме, әлде біз бе дейді. Демек, істеуші бар, бірақ сол істеушінің артында тұрған құдірет бар. Сол істің артында тұрған құдірет, ол Алла тағаланың құдіреті, Алланың қалауы. Демек, иман мәселесіне келген кезде біз осылай иман келтіреміз. Ал енді шариғатта спрос болады. Яғни әркім өзінің ісіне жауап береді. Әркім өзінің ісіне жауап береді. Неге? Өйткені Алла тағала оған соны істеуге мүмкіндік берді. Бірақ біз арғы жағында Алланың қалауы, Алланың құдіреті тұрғанын білеміз, сенеміз. Сол үшін де жүрегімізді кімге байлаймыз? Алла тағалаға байлаймыз. Имам Ғазали рахматулла айтады, демек, осы нәрсені түсінетін болсақ, онда бұл жерде ешқандай не туындамайды дейді, ешқандай қарама-қайшылық туындамайды. Енді бұл мәселені шешіп алсақ, онда келесі мәселені қарастырайық. Имам Ғазали рахматулла айтады, баяну халит тәуәккүл, енді сол тәуекел ету сезімін баяндауға көшіп айтады. ثم ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحال وعمل وقد ذكرنا العلم. Біз бағана тәуекел деген үш нәрседен құралады дедік. Біріншісі білімнен, ішкі растаудан, яқин деңгейіндегі, одан кейін іс-әрекеттен, амалдан. Бұл амал енді несі? Жемісі болып есептеледі. Әлгі сенім, ішкі сенім, білім, растау, яқин деңгейіндегі. Ол тәуекелдің несі болып есептеледі? Негізі. Содан туындайтын ортада не бар? Ішкі жағдай бар. Ол Алла тағалаға тәуекел ету жағдайы. Яғни ішкі сезім. Ал сыртқы әрекет содан туындайды. Сыртқы әрекет содан туындайды. Мысалы, бір адам қатты қиналып тұр. Қатты қиналып тұр. Үйінде баласына ота жасау керек, ақшасы жоқ. Мына жерде жұмыста оған документтердің арасына үлкен ақшаны салып әкеп тұр. Мынаған қол қойып жіберіңіз, мынау ақша сіздіңкі деп тұр. Ол ақша оның баласының отасына жетеді. Енді осы жерде иманы әлсіз адам не істейді? Қолды қояды да ақшаны алады. Ал жүрегі Аллаға байланған адам, Аллаға иман келтірген, рызық, өмір, өлім, денсаулық, барлығы Алланың билігінде, Алланың меншігінде екендігіне жүрегімен сеніп, соны растап, соған яқин деңгейінде сенген адам айтады, жоқ дейді. Бұның, яғни, мен Алла тағалаға тәуекел етсем, Алла тағала өзі рызқымды жеткізеді. Мен харам жолмен Алланың рызқын іздемеймін деп бас тартады. Ол әрекет етті ғой, сыртқы әрекет. Оның сыртқы әрекетіне себеп болған нәрсене ішкі жағдайы. Аллаға тәуекел ету жағдайы. Ал оған себеп болған нәрсене, оған ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах лахул мульку ішкі жүректегі сенімі. Сол себеп болды. Имам Ғазали рахматуллаһ айтып жатыр. Демек, тәуекел деген бұл үш нәрседен тұрады. Енді біз білімге қатысты айттық бағанағы. Нені білу керек, неге сену керек деген айттық. Енді одан кейін Имам Ғазали рахматуллаһ айтады. Енді тәуекел жағдайына келетін болсақ, ат-тәуәккулу муштаққун минал уакала. Юқалу ваккала амраху иля фулан. Тәуәккүл деген сөз, араб тілінде біз тәуекел ету дейміз, Құдайға тәуекел ету. Тәуекел ету деген негізгі түбіріне қайтатын болсақ, тәуәккәлә деген сөз. Тәуәккәлә. Ва алаллахи фа тәуәккәлу. Жалғыз Аллаға тәуекел етіңдер. Құранда Алла тағала айтады. Ва алаллахи фалиятаваккалил мутаваккилун. Тәуекел етушілер Алла тағалаға тәуекел етсін дейді Құранда. Жалғыз Аллаға.
Осы тәуәккүл деген сөздің түбірі уәкәлә деген сөзден шығады. Уәкәлә. Уәкәлә. Ісін біреуге тапсыру. Бізде қазақ тілінде де мысалы өкілі дейді, пәленшенің өкілі. Бізде мысалы басқармада әр облыстағы муфтидің тағайындаған сол облыстағы діни болу үшін мына бір сенім болу керек дейді. Қандай сенім болу керек? Біріншісі итминанун нафс ва уфуқун би. Соған ісіңді тапсырған кезде жүрегің тынышталады деді. Жүрегің тынышталады, жүрегіңде оған деген сенім болады, және адамул иттихам бит тақсир, ол менің ісімді кірісіп толық атқармайды деген оны айыптаудың болмауы. Мысалы, саған айтады, пәленшеге тапсырса ісіңді десе. Сіз айтасыз, ол кірісіп ықыласпен істемейді дейсіз. Болады ғой сондай. Мысалы, біреу болады, сіз оған толық сеніп ісіңізді тапсыра алмайсыз. Бір адам болады, оған толық сеніп тапсырасыз. Бұл мықты кірісіп ықыласпен істейді, маған сенімді алдап кетпейді, лақтырып кетпейді, кез келген тапсырған ісіңді алып шығады деген сенде сондай сенім болады. Сондай сенім болған кезде сен ол ісіңді оған сеніп тапсырасың да, мына жақта сондай бір жүрегің тыныш жата бересің. Болады ғой сондай, мысалы өзіңнің сенетін адамың болады. Кез келген істі тапсырған алып шығады. Енді былайша айтқанда сен оған тәуекел етіп жатсың, оған арқа сүйеп жатырсың. Енді сол ісің сенің тәуекел деп аталу үшін бірінші не болу керек екен? Жүректе тыныштық болу керек екен. Оған сенім болу керек екен. Оны айыптау болмау керек екен. Айыптау. Бұл ықыласты емес. Бұл ат души. Қолынан келеді істесе, бірақ ат души істемейді дейді. Мысалы, дұрыс па біреу? Күліп жүріп істейді, ысқырып жүріп істейді дейді. Біреудің тірлігін ысқырып жүріп істейді дейді. Яғни жанын ауыртпайды, жан ашымайды. Болса болды, болмаса болмады деп жүретін адам бар. Сол нәрседе айыптамау дейді. Және сондай-ақ «Валам я'тақид фихи аджзан ва қусура», қолынан келмейді деп оны айыптамау дейді. Демек, айыптау екі нәрседе болады. Біріншісі, қолынан келіп тұрса да ол ықыласпен істемейді, кірісіп істемейді деген айыптау. Мысалы, сен білесің біреудің мықты маман екендігін. Анау пәленше қол астында істейтін мықты маман ғой, соған тапсырсайшы десе біреу, сіз айтасыз, ол жаны ашыр емес дейсіз. Яғни оның жаны ашымайды, ол жаны ашып ықыласпен кіріспейді деп айыптайсыз. Оны сіз қай жағынан айыптап тұрсыз? Жанашырлық жағынан айыптап тұрсыз. Іс қолынан келмейді деп айыптап тұрған жоқсыз. Екінші бір адамды айыптаған кезде не деп айыптайсыз? Оның қолынан тірлік келмейді деп. Оның қолынан тірлік келмейді деп айыптайсыз. Істегісі келеді, бірақ істей алмайды. Надан, не дейді? Надан дос ақылды жаудан гөрі зияны көбірек дейді. Надан достың ақылды жаудан гөрі зияны көбірек дейді. Неге? Өйткені ол надан. Саған жақсылық істеймін деп жамандық істеуі мүмкін. Бір нәрсені артық істеймін деп тыртық істейді. Сол үшін де Құранда Алла тағала Шуайб алейхиссаламның қызының сөзін келтірген кезде, енді риуаяттарда Шуайб алейхиссалам дейді ғой. Муса алейхиссаламды үйіне алып келеді, екі қызына малды суаруға көмектескеннен кейін Мадиян еліне қашып барған кезде. Сонда әлгі қыз айтады ғой, Алла тағала, сен оны жұмысқа ал, баратын жер жоқ екен. Сен оны жұмысқа ал. Инна хайра ман истаджартал қауиюл амин дейді. Ол сенімді әрі күшті дейді. Сенімді әрі күшті. Бұл жерде екі нәрсені айтып жатыр. Демек ол ықыласпен істейді, қиянат жасамайды.
және екіншісі күшті деген қолдан іс келеді деп жатыр. Біреу бір нәрсені істей алмаған кезде, немесе істемеген кезде, ол не кірісіп істемегендіктен болады, жанашырлық болмағандықтан, немесе қолынан келмегендіктен болады. Демек, сен біреуге ісіңді тапсырған кезде, тәуекел еткен кезде оған, сол оған тапсыруың тәуекел болу үшін тапсырған кезде сондай бір ішкі сеніммен тапсыруың керек, ішіңде алаңдау болмау керек, және оған екі жағынан сенуің керек. Бұл жанашыр және қолынан келеді деп сену. Осы нәрселер жиналған кезде сенің ісіңді тапсыру тәуекел болып есептеледі. Ал мысалы біреуге тапсырып қойып, ісіңді тапсырдың, бірақ алаңдап отырсың, іштей қорқып отырсың, істей ала ма, істей алмай ма деп. Әр жарты сағат сайын оған хабарласасың. Не болып жатыр? Не істедің? Қай деңгейге жетті? Қайта-қайта хабарласасың, қайта-қайта сұрайсың. Қажет болса бағанағы бақылайсың оны камера арқылы, жанына тағы біреуді қойып қоясың, тексеріп жүру үшін. Бұл тәуекел ету болып саналмайды. Бұл тәуекел ету емес. Енді имам Ғазали рахмаһуллах оған мынандай бір мысал келтіріп жатыр. Егер дейді, сені бір істе айыптаса, мейлі ол бағанағы ресми айыптаушы тарап болсын, немесе басқа жақ болсын, немесе біреу жала жапты, сөйтіп сен бір нәрседе айыптап жатыр. Сен енді өзіңді ақтап шығу үшін адвокат жалдайсың. Адвокат жалдайсың, немесе енді адвокаттың ісіне әлгі расследование дейміз ғой, расследование. Сол істі тек зерттеу ма? Яғни бірінші істі қарайды. Ау? Жоқ, сол неден алдын, әлгі сотқа барудан алдын бірінші сол қалай болды, мысалы бағанағы соны айтқан жеріне барып тексереді, ананы тексеретін. Ол жерде ол жала жапқанда бір нәрсені арнайы ұйымдастырған болуы. Сенде оған қатысты енді ісіңе соны өкіл етіп жатырсың ғой. Бағана тәуекел араб тіліндегі. Ісіңді тапсыру соған. Соған тәуекел етіп жатырсың. Тәуекел ету үшін бұл жағдайда сенде 4 сенім болу керек дейді. Немесе 4 нәрсеге сенуің керек оған қатысты дейді. Біріншісі мунтахал хидая, екіншісі мунтахал қуа, үшіншісі мунтахал фасаха, төртіншісі мунтахал шафақа дейді. Мунтахал хидая дегеніміз не? Яғни ол сол істі жан-жақты зерттей алады. Мықты криминалист дейміз ба? Криминалист қой оны зерттейтін. Мықты криминалист. 100% сенесің оған. Екіншісі, бұл бірінші не үшін керек дейді? Лиярифа биха мауақиат талбис. Яғни қай жерде жала жабылды, қалай ұйымдастырылды, соны зерттеп ашып беру үшін ол жағынан мықты болу керек. Сен соған сенуің керек дейді. Екіншісі мунтахал қуа дейді, немесе мунтахал қудра, лиястәжрия аля тасрих бил хақ. Енді сол зерттеген нәрсесін жасырмай айту үшін деді. Зерттеп тапқан нәрсесін жасырмай айту үшін ода не болу керек? Батылдық болу керек, батырлық болу керек. Және үшіншісі мунтахал фасаха дейді, тілі шешен болу керек, соны дұрыс жақсылап жеткізу үшін. Мысалы адвокат шығып әдемі сөйлеген кезде кейде емес, енді жалпылама адамдарға сөзі әсер етеді. Сөйтіп мәселені, істі өзінің пайдасына шешеді. Үшіншісі оның шешендігіне сенімің болу керек дейді, және төртіншісі оның жанашырлығына сенімің болу керек дейді. Біріншісі, яғни ол сол істі зерттей алады деп сенуің керек. Екіншісі, зерттеудің нәтижесін қорқпай айта алады деп сенуің керек. Үшіншісі, соны шешендікпен дұрыс жеткізе алады деп сенуің керек. Төртіншісі, ол маған жанашыр деп сенуің керек. Сол кезде сен әлгі адамға тәуекел ете аласың дейді. Әлгі адамға тәуекел ете аласың.
имам Ғазали рахмалла айтады: فإن شك في الأربعة أو في واحدة منها أو جوز أن يكون خصمه في هذه الأربعة أكمل منه لم تطمئن نفسه إلى وكيله. Енді сол жалдаған адамыңа осы төрт нәрседе сенбесең дейді, күмән келтірсең, немесе соның бірінде сенбесең, немесе қарсылас тарап менің жалдаған адамымнан күштірек, қарсылас тараптың жалдаған адамы менің жалдаған адамымнан күштірек деп сенсең дейді, онда ләм татмаинна нафсуху иля вакили, онда сенің жүрегің әлгі адамға қатысты тыныштық таппайды дейді. Яғни оған сен толық сенбейсің алып шығатындығына. Оған себеп болған нәрсе не болды? Әлгі төрт нәрседе оған сенбейсің, немесе соның біреуінде сенбейсің. Бұл мықты маман, жақсы сөйлей алады, қорықпайды, бірақ маған жанашыр емес, маған жаны ауырмайды деп мысалы ойласаң. Немесе екінші тарап бұдан күштірек деп сенсең дейді. Екінші тарап күштірек деп. Мысалы кейде болады, арнайы заказ болады. Дұрыс па? Заказ берген жақ айыпталып жатқан жақтан күштірек болады. Ол жеке адамдар болуы мүмкін. Ол кейде мысалы ондай кезде оны сен біліп тұрғаннан кейін айтасың ғой, бұл іс бәрібір былай шешіледі деп. Не қыласың? Толық сене алмайсың. Бұл сен түсінікті ғой, бұның артында мысалы бір заказ тұр, немесе былай болып тұр, демек мәселе былай шешіледі деп. وَاعْتَقَدْتَ مَعَ ذَلِكَ تَمَامَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى كِفَايَةِ الْعِبَادِ. Және осымен бірге Алла тағаланың білімі, құдіреті пенделерді жарылқауға, пенделерге жақсылық жасауға жеткілікті деп сенсең деді. ثُمَّ تَمَامَ الْعِنَايَ وَالْعَطْفِ وَالرَّحْمَ بِجُمْلَةِ الْعِبَادِ وَالْأَحَادِ. Және Алла тағала бүкіл құлдарына, бүкіл жалпы құлдарына және жеке-жеке адамдарға мейірімді, рахымды деп сенсең. وَأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ قُدْرَتِهِ قُدْرَةٌ. Оның күшінен артық күш жоқ деп. Бағана айттық қой, мысалы сен біреуге бір істі тапсырып жатқан кезде екінші жақ одан күштірек деп білесің. Ол кезде не болмайды? Сенде толық сенім болмайды. Енді бұл жерде сен Алла тағалаға тәуекел етіп жатқан кезде Алладан күштірек басқа жақ бар ма? Екінші тарап жоқ қой. Демек сенің әлгі тәуекелің шынайы болуы үшін болды. Бүкіл нәрсе Алланың қалауында. Алладан артық ешқандай құдіреті еш жоқ. وَلَيْسَ وَرَاءَ قُدْرَتِهِ قُدْرَةٌ. Алланың құдіретінен асатын ешқандай құдірет жоқ. وَلَا وَرَاءَ مُنْتَهَى عِلْمِهِ عِلْمٌ. Алланың білімінен артық ешқандай білім жоқ. وَلَا وَرَاءَ مُنْتَهَى عِنَايَتِهِ بِكَ وَرَحْمَتِهِ لَكَ عِنَايَةٌ وَرَحْمَةٌ. Алланың мейірімінен, Алланың жанашырлығынан артық ешқандай мейірімділік жоқ, жанашырлық жоқ деп сенуің керек. Алла тағала сізбен бізге ата-анамыздан да мейірімді. Яғни сен солай сенуің керек өзіңе ісіңді тапсыратын кезде. Алла тағала маған мейірімді, Алла тағала маған жанашыр, Алла тағала мені жақсы көреді деп. Осы нәрселер жиналған кезде иттакала қалбука алейхи вахда ва лам ялтафит иля гайрихи биwajh. Сенің жүрегің түгелдей Алла тағалаға байланады. Сол кезде сенің жүрегің шынайы Алла тағалаға тәуекел етеді, басқа еш нәрсеге жалтақтамайды дейді. Әлгі ісін тапсырған кезде, төрт нәрсеге сенген кезде ол ісін толық тапсырады ғой. Сол сияқты енді сен мына жерде Алла тағала бүкіл әлемнің жаратушысы. Барлық нәрсе Алла тағаланың қолында. Сенің рызқың, пайдаң, зияның, кедейлік, байлық, өлім, өмір, бақыт, бақытсыздық, барлық нәрсе Алла тағаланың қолында. Адамдардың жүрегі Алла тағаланың қолында. Және сен сонымен бірге білесің, Алла тағала саған мейірімді, Алла тағала саған жанашыр, Алла тағала сені жақсы көреді. Алланың құдіретінен артық ешқандай құдірет жоқ. Осы нәрсенің барлығы сенің жүрегіңде жиналған кезде сенің жүрегің Алла тағалаға байланады. Сол кезде ішкі сезім туындайды. Қандай сезім? Алла тағалаға тәуекел ету деген сезім. Және сенің жүрегің басқа еш нәрсеге жалтақтамайды.
Уәлә иля нафсихи ва хаулихи ва қувватихи. Тіпті өзіңе де жалтақтамайсың. Біреу кейде өзіне сенеді ғой. Mesela бағанағы өзім үйтуім керек, өзім бүйтуім керек деген сияқты. Жоқ. Сен ісіңді толық Алла тағала тапсырған кезде өзіңе де басқаға да жалтақтап қарамайсың. Неге? Өйткені ла хаула ва ла қуввата илля билла. Алланың күш құдіретінен артық ешқандай күш құдірет жоқ дейді. Демек, Алла тағалаға тәуекел ету деген осындай сезімдерден туындайтын нәрсе. Енді сол Алла тағалаға тәуекел ету тағы да бірнеше деңгейге бөлінеді екен. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Амин, баршаңызға разы болсын.